Саламатсыздар ма балалар? 7-ші сынып 2-ші бөлім 12-ші параграф. Көшпенділердің музыка өнері. Мал жұтайды, өнер жұтамайды. Бірінші тапсырма Күләш Ахметованың қалған өлеңін тыңда. Автор көзқарасымен көтерілген мәселені талда. Өлеңде автор қазақ халқының ұлттық өлеңдерін мадақтап, оның маңыздылығын ерекше атап өтеді. Әндерін. Қазақтың халық әндері тек әуен ғана емес, ұлттың рухани байлығы, тарихы, дәстүрінің айнасы ретінде сипатталады. Автор халық әндерінің даналыққа, адалдыққа тәрбиеленіп, сонымен қатар бұл әндер адамдардың мұңына, қуанышына шерін қозғап, еркіндік пен рухты сезіндіретінін айтады. Көтерілген мәселе ұлттық мәдениеттің халық әндерінің заманауи дүниеде жоғалып кетпей сақталып қалуы. Өлеңде автор заманауи өмірдің жылдамдығы мен техникалық жетістіктер арасында халықтық құндылықтардың, оның ішінде халық әндерінің орны мен маңызын жоғалтпау керектігін алға тартады. Келесі 2-ші тапсырма тыңдалым мәтіні бойынша сұрақтарға жауап бер. Музыканың халқымыздың тарихындағы орны қандай? Қалай ойлайсың? Ұшы-қиыры жоқ боз далада туған музыканың басқа халықтың музыкасынан айырмасы бар ма? Халқымыз ән мен күйді қалай ардақтаған? Әншілер мен күйшілерді қалай құрметтеген? Музыка қазақ халқы үшін өте маңызды. Ол арқылы халық өзінің тарихын, өмірін, сезімдерін жеткізген. Ән мен күй қазақтың рухани байлығы, мәдениет мен дәстүрінің бір бөлігі болып табылады. Қазақ музыкасы кең далаға сай, еркін әрі кең тынысты болып келеді. Басқа халықтардың музыкасы өздерінің табиғатына, мәдениетіне байланысты болса, қазақ әндері мен күйлері рухын білдіреді. Қазақтар әншілер мен күйшілерді ерекше сыйлаған, оларды тыңдау үлкен мәртебе болған. Себебі олар арқылы халықтың тарихы мен дәстүрі жеткізілген. Әншілер мен күйшілерді халық рухани жетекші ретінде құрметтеген. Келесі 3-ші тапсырма мәтінді оқы. Стилін, тақырыбын, құрылымын, тілдік ерекшелігін тыңдалым мәтінмен салыстыр. Көшпенділердің музыкалық мәдениетінің тамыры тереңде жатыр. Жартастардағы суреттен билеп жүрген сылдырмақтарда ойнап тұрған адам бейнелерін кездестіруге болады. Көшпенділердің ең көне музыкалық аспаптары ұрмалы, даңғыра, қурайдан жасалған үрмелі сыбызғы, ілмелі, шертпелі қобыз, домбыра іспеттес қарапайым аспаптар болған. Эпостардағы адырнасын ала өгіздей мөңірткен деп келетін жыр жолдары жауынгердің садағының адырнасын іркіп тартып музыкалық үн шығаратынын білдірсе керек. Орталық Азия, Сібір, Тибет халқында бүгінге дейін кездесетін бір ішекті қобыз осы аспаптың көне түрі болуы мүмкін. Ауызбен үрлеп ойнайтын қыштан жасалған уілдек деп аталатын аспаптың көне түрлері орта ғасырлық Отырар қаласынан Жамбыл облысындағы Ақтөбе Баласағұн қаласынан табылған. Олар 10-12 ғасырларға жатады. Қорқыт ата бүкіл түркілер әлемінің сарын, күй, әуен өнерінің атасы болса, одан бергі музыка өнері Әл-Фарабидің, ұлы жыршы Кетбұғаның, сыпыра жыраудың, Асан Қайғының, Қазтуғанның тағы басқа есімдермен байланысты. Олар күйші сазгер жыршылар болған, ал Әл-Фараби мен Ибн Сина музыка ілімінің теориясын алғаш жасаушы ғалымдар. Мәтінде көшпенділердің музыкасының терең тарихы туралы айтылады. Ежелден олардың ұрмалы аспаптары, сыбызғы, қобыз сияқты қарапайым музыкалық құралдары болған. Жауынгерлері садақтың адырнасынан да дыбыс шығарып, оны музыкалық аспап ретінде қолданған. Қорқыт ата мен Әл-Фараби сияқты тұлғалар қазақтың музыкалық өнерінің негізін қалаған. Мәтін ғылыми стильде жазылып, нақты фактілерге сүйенеді, ал өлеңде поэтикалық сезімге толы тілімен қазақтың халық әндері мадақталған. 4-ші тапсырма қандай музыканы тыңдағанды ұнатасың? Ұлттық аспаптарда ойнай білесің бе? Маған қазақша әндер ұнайды, себебі жүректі елжіретіп, тебірентіп жібереді, және ұлттық аспаптар қызықтырады. Адамдар арасында домбыра мен қобыз сияқты ұлттық аспаптарды жоғары бағалайтынын білемін, бірақ өзім ойнай алмаймын. Келесі шылау. Шылау туралы түсінік. Шылау сөзбен сөз, сөйлем мен сөйлемді байланыстыратын және өз тіркескен сөзге қосымша мағына беретін көмекші сөздің бір түрі. Шылауларға қосымша жалғанбайды, олар бөлек жазылады. Шылаулар мен, бен, пен және да, де, та, те, бірақ үшін туралы дейін. Сондықтан шылаулардың үндестік заңына сай тіркесуі, кейбір шылаулар толық мағыналы сөзге жалғаулар сияқты үндестік заңына сәйкес тіркеседі. Мысалы, да, де, та, те шылауы буын үндестігі мен дыбыс үндестігінің ілгерін ықпалына сәйкес, мен, бен, пен шылауы дыбыс үндестігінің ілгерін ықпалына сәйкес тіркеседі. Сөз дауысты немесе үнді дыбыстарға аяқталса, мен, да, де, сөз ияң дыбыстарға аяқталса, бен, да, де, сөз қатаң және ияң б, в, г, д дыбыстарына аяқталса, пен, та, те. Мысалы, даңғыра мен сыбызғы ең көне аспаптар. Біздің үйде қобыз бен домбыра бар. 5-ші тапсырма шылауларды үндестік заңы бойынша дұрыс қойып көшіріп жаз. Жігітке жеті өнерде аз. Алмақтың салмағы бар, қуанғанда бір, қорыққанда бір. Бас кеспек болса да тіл кеспек жоқ. Өнерді үйрен де жирен. Келесі 6-шы тапсырма бірыңғай мүшелерді шылаулар арқылы байланыстырып жаз. Жас балалар шебердің қолынан шыққан
аңның, құстың, балықтың және үй жануарларының бейнесіндегі саз-балшықтан жасалған үрмелі аспаптарды тартып үйренген. Олардың әуезге, әнге деген шеберлігі ойын-сауықта шыңдалып отырған. Есейе келе дабыл, дауылпаз және шыңдауыл секілді аспаптарды меңгерген. Елдің бірлігін, халықтың мұң-мұқтажын және өз руының жеңіс жетістігін жырға қосқан. Келесі 7-ші тапсырма: мақал-мәтелді толықтырып, қазақ музыка өнері тақырыбында шағын мақала жаз. Өнерлі жігіт өрде озар, өнерсіз жігіт жер соғар. Ақыл көпке жеткізеді, өнер көкке жеткізеді. Өнерлінің өзегі толмас. Шаштараз сақал түзетер, өнерпаз шаһар түзетер. Өнерлі адам ешкімге кіріптар болмайды. Қазақ музыка өнері халқымыздың рухани байлығы мен мәдениетінің айнасы. Домбыра, қобыз сияқты ұлттық аспаптармен орындалатын күйлер мен әндер халықтың көңіл-күйін, тарихын, өмір салтын бейнелейді. Мысалы, Құрманғазы мен Тәттімбет сияқты күйшілердің шығармалары қазақтың жүрегіне жақын. Қобыздың ерекше үні халықтың жан дүниесін тербесе, әнші ақындардың әндері өмірдің мәнін терең түсіндіреді. Қазіргі таңда қазақ музыкасы эстрада, рок сияқты жаңа бағыттарда да дамып келеді. Дәстүрлі музыка мен заманауи жанрлардың үйлесуі қазақ өнерін жаңаша танытуда. 8-ші тапсырма: музыкалық аспаптардың бірінің шығу тарихы туралы ақпарат жинап, оның әуені туралы көркем әдебиет стилінде мәтін жаз. Қобыз қазақтың ең көне музыкалық аспаптарының бірі. Аңыз бойынша қобызды алғаш жасаған Қорқыт ата. Ол қобыз арқылы табиғаттың, өмір мен өлімнің сырын түсінуге тырысқан. Қобыздың үні терең, қоңыр, ерекше. Соны естіген адам табиғатпен тілдескендей болады. Бұл аспаптың дыбысы желдің сыбдыры мен далада тыныштықты еске түсіреді. Қобыздың әуені жанды тербетіп, адамды терең ойға батырып, өмірдің мәнін түсінуге шақырады. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.